Дүниедегі мамандық атаулының ең төресі ұстаздық. Себебі мұғалім барлық мамандық иесін тәрбиелейтін, оқытып үйрететін мейірімді абзал жан. Ұстаз берген тәрбие әрбір жанның өміріне жол сілтер шамшырақ секілді. Адам баласының кісі болып қалыптасуы ұстазына байланысты. Шәкірт ұстазға қарап өседі. Ол ұстазының білімін, берген тәрбиесін, кеңесін алады. Ұлағатты ұстаздан тәрбие алған адам баласы жақсы қоғам қайраткері, ұлы тұлға болып өседі, өмірін дұрыс бағытқа бейімдейді. Алайда оқушыны білімге қызықтырып, өз әлеміне баурап алу үшін ұстазға дариядай терең білім, биік парасаттылық, талмас еңбекқорлық, ең бастысы таза ниет керек. Мектептегі басты тұлға мұғалім екендігі белгілі. Тіпті қазіргі технологиялар ерекше дамыған заманның өзінде білім саласын қамтамасыз етудегі мұғалім рөлін еш нәрсемен ауыстыруға болмайтындығын халықаралық тәжірибелер көрсетіп отыр. Демек, мұғалім біліктілігі бұл еліміздің бүкіл білім беру жүйесін алға бастырып, оны заман талабына сай етіп құрудың негізгі алғышарты, басты кепілділігі болып табылады. Білімді ұрпақты бәсекеге қабілетті мамандарды білімді мұғалімдер, жан-жақты кемел ұстаздар ғана тәрбиелеп шыға алады. Ал сол кемел ұстаз болу көп адамға бұйыра бермес бақыт десем артықтық емес шығар. Мұғалім мамандығын қыр-сырын қанық білу ол жеткізіліксіз. Анық сол жолды таңдаған жан үшін үлкен жүрек керек емес пе? Аузын ашса жүрегі көрінетін, жалғандықты, жасандылықты сүймейтін, тазалық пен пәктіктің иесі оқушыларды көргенде олармен бірге қуанып, бірге күліп, жан дүниең ерекше сезімге толып, жас баладай қуанышқа бөленесің. Оқушылар сенен ең жақын жанашырындай үміт күтеді, қуанып қарсы алады, сырларын бөліседі. Кейде қуаныштарын жасыра алмай, еркелей алдыңа келеді. Бір үйдің үміті, шырағы, аяулысы, ардағы, еркесі, бұзығы, қызығы. Сен олармен бірге жүрсең, олармен бірге бала болып, асыр салып, балаша қуанып, мына өмірге балаша қарайсың. Әр үйдің үміті болған шәкірттеріңнің жан шырағын жаға білсең, нағыз адам етіп тәрбиелей білсең, жүрегіне ұлтына деген қасиет ұғымды ұялатып, Абай атамыз айтқандай толық адам тұлғасын қалыптастыра алсаң, міне ұстаздық мұрат мақсатың осы болмақ.